Жамбы ату қазақтың ұлттық ойыны. Бүгінде бұл мергендік өнерді меңгергендер саны кемде-кем. Қазір біз осы дәстүрлі садақ ату федерациясының вице-президенті Диас мырзамен тілдесуге келдік. Диас мырза есеп-қисаппен жұмыс істеген кеңсе қызметкері болған. 2018 жылдан жамбы садақ атумен айналысып келеді. Қанымызда бар нәрсе екен. Қолға садақ түскелі болды. Уже қолдан оны түсіре алмадым. Кәлгі күні уже 2 жыл, 3 жыл кетті. Қолымда аптасына бір рет кем дегенде бір 200-300 оқ атпасам, тым таппай өзімді бір мазасызданып кетемін. Бүгінде Диас Ахметов жас буынды да осы ата өнерге баулып жүр. Садақ ату үйретем тұрып, кейін арасында способный балалар атқа мінем деген хабары бар балаларды осындалы келіп атқа үйретіп, жамбы атуға үйретіп отырмыз жай-жайлап. Әрбір ат жамбы атуға келмейді, арнайы оған дайындау керек атты. Баптау керек, ол жаңа садақтан үркімеу керек. Сондықтан бізде осы ат қорада арнайы жамбыға дайындалған бір атымыз бар. Оны өзі 16 жасқа енді келген бауырымыз десек болады, өзім шәкіртім қазіргі таңда күнде баптап, өзі арнайы оны әлпештеп, сипалап, өзіне үйретіп, тәрбиелеп, осы жамбы атуға дайындап жүрген атын бірі. Өзі есімі Даниэль, өте кішкентай жастан мысалы атқа үйреніп, үлкен тәрбие алып жатыр. Және бір қызығы, негізі бұл спортқа көбінесе бірінші күннен бастап қыздар келіп жатыр. Үздік бестікте шәкірттерім жүр қазір. Диастың шәкірттерінің арасында 60-тан асқан аталар да бар. Мысалы, Асқар аға ұзақ уақыт бойы мемлекеттік қызметкер болып, зейнетке шыққаннан кейін жанына жақын қызығушылық тапқанына риза. 1,5 сағат бізде жаттығу өтетін. Сол қалай өткен білмей қаласың ғой. Атып бір басқа дүниеде жүргендей болып, ол енді садақ тарту оңай емес. Мына 2 иыққа, қолға үш келеді, тренажерінен кем емес. Шахмат, теннис былай тұрсын, садақ атудан алатын әсер бір бөлек дейді Асқар ата. Рух қой, рух. Өзіміздің шын айтқанда бабаларымыздың тарихы сол бұрып. Ол адамға энергия береді, шын айтқанда. Маған ол ұнайды. Мен одан ләззат алдым. Енді дамып, енді көрсетіп келе жатқанның показателінің бірі ғой. Біз біраз уақыт бұл ата өнерден қол үзіп қалдық. Ұмыт болып жатқан құндылығымызды қайта жандандыруға бауырлас мемлекет Түркияның спортшылары көмекке келген. Түркиядан арнайы ұстаздар келді. Юнус Амре қорымен садақ ату үйірмесін үйретті. Бірінші келіп бізге осы бармақпен қалай қазақи спортпен атуды үйретті. Малайзия мемлекетінде садақ ату спортына ерекше назар аударылады. Малайзияда кішкентай жастан мектепте физкультураның орнына садақ ату не өтеді екен. Оларда кәдімгі кішкентай балалар, кәдімгі бір сабақ. Садақ ату сабырлыққа үйретіп, зейінді арттырады. Эпос жырларға сүйенсек, хандар, байлар қыздарын күресіне көкпар жеңімпазына емес, ең мықты мергенге беруді құп көрген. Себебі оны тек қара күш иесі ғана емес, ойлау тактикасы дамыған, басқарушы болу потенциалы бар деп бағалаған. Қобыланды батыр жырын, Сәкен Сейфуллиннің Көкшетау поэмасындағы оқ жетпес аңызын еске алыңыз. Кітапты зерттей келсек, әрбір батырдың өзімен бірге 5 садағы болған екен. Біреуі биіктікке атуға, біреуі наоборот үстінен астыға атуға арналай, біреуі нысанаға дүп тигізетін несі болған, біреуі шапшаң, біреуі аңға шығатын. Сонда 5 түр садақпен өз жеке өзінде жүретін екен. Алайда бүгінде садақ, жебе, мынадай ұлттық нақыштағы бұйымдар Түркиядан келеді. Қазіргі таңда сол потребності өзіміз қолға алып, Бесқару деген шоурум магазин ашып, қазіргі таңда біздің Қазақстанда уже дайын в наличии дейміз ғой, в наличии бар садақтарды алуға болады. Қол жетімді еттіген. Мұнымен шектелмей, өз еліміздің шеберлерін садақ жасауға шабыттандырмақпыз дейді Диас мырза. Алда үлкен жобалар бар, конкурстар бар. Мастерларға конкурс жарияласақ, кім күшті садақ жасайды деп сөзді, бізде де көптеген ұсталар шығады деген ниеттеміз. Кетер аяқ мен де қолыма садақ алып, жауынгер халықтың ұрпағы екенімді сезіндім. Бармақты былай ілесің, бармақты. Жаңағы жұдырық қысып аласың.
тартасыз. О, әдемі. Ал жүйені. О, міне уже. Кәдімгідей болды. Кенжелеп тұрған бұл ұлттық спорт түріне Диас сияқты жанашыр азаматтар қайта жан бітіріп жатқаны қуантады әрине.